Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін біз мақпалдай жұп-жұмсақ болып шығатын қызыл барқыт тортын әзірлейтін боламыз. Бұл ең дәмді болып шығатын нұсқасы. Мен осыны сіздерменен бірге бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийге кез келген сұрақтарыңызды жазып қойсаңыздар болады. Ең алдыменен біз жұмыртқамызды таза құрғақ ыдысымызға салып, оның үстіне шекерімізді қосып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Жұмыртқамыз аппақ болып көпіргенше жақсылап ұзағынан шайқайтын боламыз. Ендігі кезекте үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосып, тағы да блендерді қолданамыз. Енді үстіне сұйық майымызды құямыз. Жақсылап шайқаймыз. Егер сіздерде миксер болмаса, бұл жерде жай ғана венчикті қолдансаңыздар болады. Енді біз құрғақ ингредиенттерге көшеміз. Бұл жерде мен ұнымызды ситадан өткізіп дайындап қойдым. Оның үстіне какао, қопсытқыш және де ас содасын бірге араластырып әзірлеп қоямыз. Енді біз бояғышымызды әзірлейміз. Ол үшін бізге краска қажет, қызыл түсті және де айран керек болады. Бұл жерде бояғыштың екі түрінде қолдансаңыздар болады. Құрғақ түрінде және де сұйық түрінде қолдана берсеңіздер болады. Мен құрғақ қызыл бояғышты қосатын боламын. Алдыменен айранымызға салып, жақсылап араластырып, біркелкі болғанша шайқайтын боламыз. Енді жұмыртқалы массамызға қосып, жақсылап шайқаймыз. Осы жерде мен сіздерге красканы көрсеткім келіп отыр. Менде мінеки осындай да түрі бар. Және де құрғақ түрінде қолдана беремін. Екеуінде ешқандай айырмашылық болмайды, екеуі де түсті жақсы береді. Сол себепті өзіңізге қайсысы ыңғайлы, соны қолдана берсеңіздер әбден болады. Енді ұнымызды, құрғақ ингредиентімізді осылай аздаған бөлшектен бөліп отырақ, жақсылап қамырымызды ешқандай да түйіршіктер қалмайтындай етіп жақсылап ұзағынан шайқасаңыздар, қамыр өте әдемі болып көтерілетін болады. Қараңыздаршы, өте түсі керемет болып шығып жатыр. Ұнымыздың барлығын қосамыз. Біздің қамырымызды әзір болып қалды. Енді бұл қамырымызды арнайы ыдыстарға салып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Немесе өздеріңіз осылай көз мөлшерімен де салып пісірсеңіздер болады. Мен шамамен 8 ас қасықтай салып отырып пісірдім. Осылай әдемілеп формасына келтіріп аламыз. Ыдысымызды майламаймыз, осылай құрғақ күйінде қамырымызды салып пісіретін боламыз. Менде диаметрі 22-23 сантиметрлік форманың астыңғы бөлігі мен арнайы соған салып пісірді. Егер сіздер қаласаңыздар, жай ғана пергамент қағазына форманың сызбасын салып, қамырды салып пісірсеңіздер болады. Мінеки бізде бірінші алғашқы коржымыз дайын болып қалды. Енді оны формамен осылай жан-жағын түзелеп аламын. Менде шамамен 4 корждай шықты. Осылай кезегімен барлығын пісіріп алдым.
Көріп тұрғандарыңыздай, мұның ешқандай да қиыншылығы жоқ. Дәл видеодағыдай етіп жасасаңыздар, торттарыңыз өте дәмді болып шығады. Корждарыңыз кереметтей болып көтерілетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Ал ендігі кезекте біз креміне келетін боламыз. Алдыменен осылай тоңазытқыштан шыққан салқын сливкиді осылай миксерлейміз, аппақ болып көпіргенше. Жақсылап шайқап аламыз. Енді оның үстіне қант ұнтағын аздаған мөлшерде қоса отыра, тағы да миксерлейтін боламыз. Бұл жерде айта кететін жайт, барлығы сливкиде және де творожный сырда өте салқын күйінде қолданғандарыңыз жөн. Сол кезде біздің креміміз өте әдемі, өз қалпын жақсы ұстап шығатын болады. Мінекей аппақ болып көпірді. Жақсылап шайқап аламыз. Енді творожный сырымызды аздаған мөлшерден 2 бөлікке бөліп, қосып, оны да миксерлейтін боламыз. Дәл видеодағыдай етіп жасасаңыздар, кремдеріңіз өте керемет, мінсіз болып шығады. Бұл крем барлық торттарға кете береді. Мен сіздерге осы видеоның астына тағы да көптеген кремдердің ссылкасын сіздерге қалдырып кететін боламын. Мінекей достар, біздің креміміз қоюланып келеді. Тағы да жақсылап шайқасақ, крем дайын болып қалады. Креміміз қоюланды. Мінекей достар, өз формасын өте кереметтей ұстап тұр. Ыдысымызды мінекей төңкеріп көрген кезде крем мүлдем жылжымау керек. Қараңыздаршы, өте керемет болып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді біз тортымызды жинайтын боламыз. Ол үшін алдыменен астына креміміздің кішкентай ғана бөлігін жағып, жылжымас үшін, содан кейін коржымызды кезекпенен осылай орналастырып шығатын боламыз. Барлық бөліктерін осылай кезек-кезегімен орналастырып, тортымызды жинаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, колокольчик басып қойды ұмытпаңыздар, достар, себебі менің каналымда әлі көптеген рецепттер шығатын болады. Әр видеоны жіберіп алмас үшін колокольчикті басып, комментарийге өз ойларыңызды жаза кетсеңіздер болады. Бұл тортты жинап болғаннан кейін міндетті түрде тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қойыңыздар. Сол кезде креміміз сіңіп, торт әдемі күйде болатын болады. Мінекей достар, енді біз формасынан босатамыз. Өте әдемі болып шықты. Дәмін көргім келіп тұр. Өте әдемі, сондай дәмді. Енді біз жан-жағын кремін жағып, тортымыздың формасын келтіреміз. Мен қалған жан-жағындағы корждарды арнайы ыдысқа салып, үгітіп әзірлеп қойдым. Және әсемдікке сіздер де кез келген жеміс-жидектерді қолдансаңыздар болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызды қосып, әсемдей беріңіздер. Мен алдыменен осылай қалған корждардың ұнтағын осылай жан-жағына жағып шықтым. Шынымен де жұмсақ, өте дәмді болып шығады, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
үй іштеріңізді қуантып қойыңыздар. Кез келген дастарханыңыздың көркін ашатын және дәмі тіл үйіретін өте сондай жұп-жұмсақ балды торт. Тортымыз аяқталып қалды. Мінекей дайын болды. Енді кесіп, дәмін ғана көретін боламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, себебі алда көптеген рецепттер дайындалатын болады. Сіздерменен бірге болған Балнұр, өте қуаныштымын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық ингредиенттердің мөлшерін астына описанияға жаза кеттім. Және де кремнің көптеген түрлерінің ссылкаларын астына жазып қойдым. Міндетті түрде кіріп, ашып, қарап көрсеңіздер болады. Келесі кездескенше достар, сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.